Ассалаумағалейкум қадірменді достар. Мен сіздерге 42.500 теңге жәрдемақыны қалай алуға болатынын көрсеткім келіп отыр. Ол үшін біз міне жоғарыда көрсетілген 42500.еңбек.kz дейтін сайтқа өтуіміз керек. Бұл жаңадан ашылған сайт. Осы арқылы өтінімді жіберуге болады. Ол сайттың сілтемесін осы видеоның астына жазып қоямын, сол жерден бірден өтіп кіре аласыз. Енді бізге не істеу керек? Төтенше жағдайға байланысты жәрдемақыны алуға өтінім дейтін мынау жасыл дөңгелек белгінің астындағы өтінімге өтесіз. Өтінім беру дегенге барасыз. Енді мына жерге JSN-ді енгізесіз. Осылай жазамыз. Жұмыс берушінің BSN-і жазасыз. Жұмыс орныңыздың аты жөнін Google-ға жазып та ала аласыз. Немесе жұмысыңызға хабарласып, маманнан сұрап алсаңыз да болады. Осы жерге енгізесіз. Біз енгіздік. Енді аты жөніңіз жазасыз. Одан кейін сіздің банктегі айбан шотыңыз. Бұл карточканың сыртында көрсетіліп тұрған нөмірлер емес. Ол реквизит нөмірі. Сіздерге карточкаларыңыздың KZ деп басылатын реквизит счет нөмірі қалай алуға болатынын көрсетейін. Екі жолмен көрсетейін. Бірінші, центр кредиті бар адамдар үшін. Себебі өзім сол карточканы пайдаланам, жұмыстан сол карточкаға айлық түседі. Енді ол үшін Star Banking деген программаны пайдаланам, соның ішіне кірем. Star Bankingті басып кірем, сол кезде менің дәл осылай картам шығады. Картаның үстін басқаннан кейін үйге келтіру, ақпарат және атауларын өзгерту. Осы жердегі ақпарат дегенді басам. Ақпарат дегенді басқан кезде біздің реквизитіміз қажетті шыға келеді. Ат жөніміз, номер счета деген KZ деп басылатын нөмірді көшіріп аламыз. Міне сол көшіріп аламызда оны IBAN банктың счет нөміріне жазамыз. Екінші жолы Каспи программасы арқылы. Ол үшін Каспи программасының ішіне кіреміз. Каспи Gold'ты таңдағаннан кейін мына жерде О-карте Каспи Gold деген бөлім бар. Сол бөлімде басамыз. Сол бөлімді басқаннан кейін бізге өзі О-карте, реквизит және лимит деген үш бөлім шығады. Соның ортасындағы реквизит дегенді басамыз. Реквизитті басқан кезде карта жайлы ақпарат, бик нөмір, сосын номер счет карта шығады. Міне KZ деп басылады. Міне осыны көшіріп аламыз да жаңағы көрсетілген жерге осы нөмірді толықтай жазамыз. Қатесіз жазуға тырысыңыздар. Осы жерге бүйтіп қоямыз. Енді бұл жерге өзіңіздің мейліңізді жазасыз. Осыларды жазып болғаннан кейін келісемін деген батырманы басу керек. Одан кейін өтінімді беру. Міне өтінімді беру үшін сізге мына жерде керекті телефон нөмірді енгізуіңіз керек. Ол үшін әрі қарай дегенді басамыз. Сосын сіздің телефон нөміріңізге код келеді, соны растайсыз, сонымен өтініміңіз қабылданады. Міне дәл осылай жіберсеңіз болады. Осындай қызықты ақпараттарды алып отырамын десеңіз, каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны белгілеуді ұмытпаңыз. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.